Сәлем достар. Бүгін QR кодты қалай құру керектігін көрсетемін. Жалпы QR дегеніміз қысқаша Quick Response, яғни шұғыл жауап дегенді білдіреді, яғни ақпаратты жылдам алу. Google'ға QR код деп жазамыз. Түрлі түсті сілтемелер береді бізге. QR код Monkey дегенге кірдім. Мына жерде түрлі сілтемелер беруді көрсетілген, яғни адреске URL, текстке, болмаса электронный почта, немесе местоположение деген секілді. Қазір адресті беріп өтейін. Мен каналдың адресін алдым. Адресті мына жерге содержимое дегенге адрес дегенге қойдым. Бұл жерде каналдың QR-ның түстерін өзгертсемізге болады. Немесе осы жерге бір логотип қойсақ болады. Мысалы мен YouTube-тың логотипін қойып қояйын. Автоматты түрде осы жерде логотип болады. Немесе одан бөлек түрлі түсті мыняқта дизайндер таңдауымызға болады. Мыняқта создать QR код дейміз. Бізге QR кодты істеп берді. Болмаса бұл жерде яғни стандартты басқа түстерді қойсақ болады. Сканер дегенде біздің мына сайтқа өтеді, яғни каналымызға өтеді. Скачать дейміз. Мына жерде тіркелу керек. Оны өздеріңіз оңай почтаңызды көрсетіп тіркеле саласыздар. Сізге осы PNG форматында алып береді. Жалпы осы